Қыздар, бүгін сіздермен чебурек рецептімен бөлісемін. 500 грамм ұнымызға тұзымызды, 190 грамм суымызды қосамыз. Қыздар, су аз деп ойламаңыздар. Қамырымызға толықтай жетеді, бірақ қамырымыз тастайлау болып шығады. Оған қорықпаңыздар. Осылай қараңыздар. Тастай қамырымыз дайын болады. Оны салафанға салып қоямыз. Салафаннан жұмсарады. Енді салмасына картошкамызды асып, жуамызды қуырып аламыз. Екеуін бұрыш араластырып, дайындап қоямыз. Арасында қамырымызды алып, екінші қайтарып иілеп қоямыз. Жұмсарған, қыздар, көрдіңіздер ме? Ендігі барлығын болғаннан кейін қамырымызды таразыда 30 граммнан бөліп аламыз. Барлығын бірдей етіп, мен барлығын бірдей етіп бөліп алдым. Сол кезде бәрі бірдей бір келкі шығады. Қараңыздар. Қаншама дана шықты. Барлығын бірдей бөліп алғаннан тиімді болады. Одан кейін қамырымызды домалақтап жайып, салмамызды салып, жан-жағын шанышқымен басып шығамыз. Кішкентай кезімізде анамыз сөйтіп үйреткен еді. Мен дәл солай етіп басып шықтым. Қараңыздар. Кесемен бірінші айналдыра домалақ қып кесіп аламыз, бірдей болу үшін. Содан кейін шанышқымен басып шығамыз. Бір жағынан ашылып кетпейді, бір жағынан әсемдік үшін. Қараңыздар. Барлығын дайындап алдық. Енді қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Қатты қызартпаймыз. Сәл қызарғанда ала бастаймыз. Қараңыздар, осындай чебурек дайын болды. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.